Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен бірге 2-ші сыныптың математикасының 50-ші сабағын бірге орындаймыз. Сабақтың тақырыбы сандарды рим цифрларымен жазу. Бірінші тапсырма: бір таңбалы натурал сандарды кему ретімен жаз. Бір таңбалы натурал сандарды кему ретімен жазсақ, олар 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 болады. Келесі ондықтарды өсу ретімен жаз. Ондықтар олар 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Жүздіктерді кему ретімен жаз. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. 5 және 7 цифрларын пайдаланып, екі таңбалы сандарды жаз. 57 деген санды жаза аламыз, 75 деген санды, және егер цифрлар қайталанатын болса, 55, 77 деген сандарды да жаза аламыз. Енді балалар, рим цифрлары дегеніміз сандарды белгілеу үшін латын әліпбиіндегі 7 әріптің көмегімен жазылатын таңбалар жүйесі. Олар бізде міне: 1 дегеніміз міне таяқша ретінде жазылады, 5 дегеніміз В әрпі секілді жазылады, ал 10 дегеніміз X әрпі секілді жазылады, ал 50 деген Л әрпі сияқты жазылады, латын әріптері секілді. Ал 100 деген С әрпі секілді, 500 Д, 1000 М әрпі секілді жазылады. Осы әріптер арқылы 7 әріптің көмегімен біз рим цифрларын пайдалана аламыз, шығара аламыз. Кез келген натурал сан осы цифрларды қайталау арқылы жазылады. Ары қарай келесі тапсырма: сандарды рим цифрларымен жаз. 3, 7, 9, 11. 3 деген санды біз рим цифрымен бір таяқшаны 3 рет қоямыз. 7 деген санды рим цифрымен 5-ті қойып, жанына 2 таяқша қоямыз. Егер таяқша оң жақта болса, алдында санның, онда ол таяқша қосылады. Ал егер таяқша санның артында тұрса, сол жағында, онда ол азайтылады деген сөз. Демек, 2 таяқша алдына қойдық, 5-ке 2-ні қосамыз, міне 7 деген санымыз шығып тұр. 9, мұнда 10-дан, яғни X-тен 1-ді азайтамыз, яғни 1 таяқшаны сол жаққа жаздық. Сонда ол 9 деген санды береді. Ал 11 дегеніміз керісінше таяқшаны оң жағына қоямыз. Сонда қосылады, 10-ға 1-ді қоссақ, 11 болады. Яғни рим цифрмен осылай жазамыз. Келесі 3-ші тапсырма: апта күндерінің реттік нөмірі кестесін толтыр. Бізде 2 түрлі цифр берілген: араб цифры және рим цифры. Араб цифрымен дүйсенбі деген 1-ші күн деп жазылады, ал рим цифрымен бұлай жазылады, 1 таяқша. Сейсенбі деген 2-ші күн, рим цифрымен 2 таяқша қоямыз. Ал сәрсенбі дегеніміз ол 3-ші күн, рим цифрымен 3 таяқша қоямыз. Бейсенбі дегеніміз аптаның 4-ші күні араб цифрымен, ал рим цифрымен біз 5 және сол жағына 1 таяқшаны қоямыз. Сонда ол 4-ті білдіреді. Жұма деген араб цифрымен 5 деген санды білдіреді. Рим цифрымен мынандай В әрпін қоямыз. Ал сенбі деген ол араб цифры 6 деген сан, ал рим цифрымен біз бұлай деп жазамыз. Жексенбі деген ол 7-ші күн араб цифрымен, ал рим цифрымен біз бұлай деп жазамыз. Келесі 4-ші тапсырма: өрнектердің мәнін тауып, оларды рим цифрларымен жаз. Ал бастайық. Бірінші өрнектің мәні 5 болады, яғни 1-ге 4-ті қосамыз, 5 болады. Екінші өрнек
11-ден азайт 4-ті дейді. Сонда ол 7 болады. Келесі өрнек 9-ға қос 3-ті дейді. Ол 12-ге тең. Келесі 12-ден азайт 7-ні дейді. Ол 5-ге тең. Келесі өрнекте 4-ге қос 8-ді дейді. Ол 12-ге тең. 11-ден азайт 9-ді дейді. Ол 2-ге тең болады. 5-ге 5-ті қос 10 деген сөз. Келесі 12-ден азайт 8-ді дейді. Ол 4-ге тең. Мінекей өрнектің мәнін тауып жаздық. Келесі тапсырма теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу x қосылған 33 тең 87. Балалар, мұнда x-ті табу үшін 87-ден 33-ті азайтамыз. Сонда x-тің мәні 54 болады. Енді оны орнына апарып тексереміз. 54-ке 33-ті қосамыз. 87 болады. 87 87-ге тең. Демек, бұл теңдеудің мәні 54-ке тең екен. Келесі с азайтылған 24 тең 37. Мұндағы с-ны табу үшін 37-ге 24-ті қосамыз. Сонда с-ның мәні 61-ге тең болады. Енді бастапқыдағы мына жерде с-ға біз 61-ді қойып тексереміз. 61 азайтылған 24 тең 37. 61-ден 24 азайтсақ 37, 37 37-ге тең. Демек, мұндағы белгісіз шама 61-ге тең екен. Келесі 6-шы тапсырма рим цифрларымен жаз. А тапсырмасы бір таңбалы натурал сандарды өсу ретімен жаз дейді. Бір таңбалы сандарды жазып қойдық араб цифрымен. Енді рим цифрымен жазайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9. Келесі ә тапсырмасында 12-ге дейінгі екі таңбалы натурал сандарды кему ретімен жазды. 12-ге дейінгі екі таңбалы натурал сандар олар 12, 11, 10. Енді осыларды кему ретімен жазайық рим цифрмен. 12 дегенді біз рим цифрмен былай жазамыз. 11 дегенді былай. Ал 10 дегенді x түрінде қоямыз. 7-ші тапсырма теңдік тура болатындай етіп бір таяқшаны ауыстырып қой. Мұнда рим цифрмен оқитын болсақ 3-тен 2-ні азайтсақ 4 болады дейді. Жоқ, бұл қате. Сонда біз мына жердегі таяқшаны мына жерге азайтуға апарып қоямыз. Сонда азайту амалымыз қосуға айналады. 3 қосылған 2 болады. Сонда жауабы 5-ке тең болады. Екінші есепте 6-дан азайт 4-ті тең 9 болады дейді. Бұл да қате. Мұндағы таяқшаны алып азайтудың үстіне қоямыз. Сонда ол қосуға айналады. Демек, 6-ға 4-ті қоссаң 10 болады. Мінекей біз таяқшаны ауыстырып тура теңдікті құрастырдық. 8-ші тапсырма. Жанар жыл сайын туған күніне сыйлыққа ойыншық алады. Бірінші жылы 1 ойыншық, екінші жылы 2 ойыншық алды. Егер әр жыл сайын алдыңғы жылға қарағанда 1 ойыншық артық алып отырса, 6 жасқа толғанда неше ойыншық алады? Жанар 6 жылда барлығы неше ойыншық алады? Мұнда балалар былай істейміз. Бірінші жылы 1 ойыншық алды. Ойыншықтар санын қосамыз. Екінші жылы 2 ойыншық алды. Егер әр жыл сайын алдыңғы жылға қарағанда 1 ойыншық артық алып отырса дейді. Демек, келесі жылы ол 3 ойыншық алады. Одан кейінгі жылы 4 ойыншық алады. Одан кейін 5 ойыншық алады. Және 6 жасқа келгенде 6 ойыншық алады. Енді
6 жасқа келгенде 6 ойыншық алды. Барлығы неше ойыншық алады? Біз осыларды қосып шығамыз. 3, 6, 10, 15, 6, 21 ойыншық алады екен. Демек, жауабы 6 жылда барлығы 21 ойыншық алады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақты соңына дейін көрсеңіздер жарайсыздар. Лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.